Салем достар, бүгін біз Госзакуп порталынан қалай товарды іздейміз, сол жайында айтатын болам. Мен уже Госзакуп порталына кіріп қойдым. Сондықтан мына жерде закуп деген бар, поиск лотов деген бар. Соны бассаңыздар, осындай страница шығады. Төменгі жаққа қарай бассаңыздар, разрешить поиск деген бар. Соны бассаңыздар, міне толыққанды страница шығады. Оның ішінен өзіңізге қазір мен бұл жерге не жазу керек, соны айтатын болам. Енді запрос ценовых предложениеден көрейік. Осыны бас галочка қоясыздар. Енді статусқа осының шығарған тендерларды қарайтын боламыз. Сондықтан прием ценовых предложениеден басамыз. Галочка қоямыз осы жерге. Енді сіздер қай облыстансыздар, қай районнансыздар, осы жерге сіздердің қалауларыңызды жазсаңыздар. Мысалға, менің ситуациямда қазір Ақтөбе. Осылай жазсаңыздар, автоматым шығады. Облысын таңдаймын, Ақтөбе облысын. Енді сіздер товар немесе услуга немесе қызмет көрсететін болсаңыздар, енді біздің ситуациямызда товар болғандықтан біз товар таңдаймыз. Осыны бассаңыздар, мына жерде товар деген тұр. Товарды басып, төменгі жақта найти деген бар. Найтиді бассаңыздар, осы сіздің облысыңыздағы тендерлар шығады. Міне асты қарай түссеңіздер, міне көріп тұрсыздар ғой, қаншама тендерлар бар. Енді мына төмен қарай түсетін болсаңыздар, қанша тендер шыққанын көруге болады. Мысалы, бізде қазіргі жағдайда 4 страница бар екен. Сондықтан ең 4-шісін басам. Осы жерден қарасаңыздар болады. Мысалы, бұл жерде жаңағы аз суммадан да шығуы мүмкін, көп суммадан да шығуы мүмкін. Сондықтан өздеріңіздің қалталарыңызға қарап тендерларға қатыса берсеңіздер болады. Мысалы, міне пример, мысалы 3 миллиондікі бар және 30 мыңдікі бар. Қайсысына қатысқыңыз келеді, осы жерден таңдап қатыса берсеңіздер болады. Достар, егер сіздерге осы видео ұнаған болса, лайк басып, мен каналыма жазылып, тіркеліп кетсеңіздер болады. Енді осы видеоның астына 100 комментарий жинайтын болса, алдағы уақытта сіздерге осы Госзакуп порталынан қалай заявка беру керек, сол жайында айтатын болам, түсіретін болам. Давайте, достар, лайктарыңызды басып, комментарийларыңызды аямаңыздар және тіркелуді ұмытпаңыздар.